Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Ұстаған оразаларыңыз, оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін оразаның 3-ші күні ауызашарға қамырына ертілген сармайды қосып, өте жұмсақ, өте дәмді манты дайындадым. Алдымен ыдыстағы 2 жұмыртқаға 1 шай қасық тұзды қосып араластырып алдым. Одан кейін ертілген сармайды құйып, тағы да араластырып, енді ыдыстағы елеп дайындап қойған ұнның үстіне майды құйып, жұмсақ қамыр иледім. Қамырды әбден иінін қандырып илеп, одан кейін мешокқа салып, 20 минутқа тындырып қойдым. Манты піскеннен кейін қамыры жұмсақ, үлбіреп тұру үшін және кебіртек кеуіп қалмасы үшін қамырына осылай сармайды ертіп қоссаңыздар, өте дәмді болып піседі. Енді қамырымызды тындырып қойып, салмасын дайындаймын. Ол үшін ыдысқа тартылған сиыр еті, картоп, сәбіз, жуан ұсақтап турап қосып, татымына қарай тұзын қосып, қара бұрыш, дәмдеуішті қостым. Және етіміз құрғақ болмау үшін жарты стакан салқын суды құйып, барлығын араластырып дайындап алдым. Міне осы кезде қамырымыз дайын, тағы да иінін қандырып илеп, бірдей қылып осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Осы кезде мантаваркаға суды құйып, дайын болу үшін астын жағып қойдым. Енді қамырымызды ұнды сеуіп отырып, өте жұқа қылып жайып алып, бірдей қылып осылай бірнеше бөлікке бөліп кесіп алдым. Тағы да 4 бұрышқа бөліп барлығын кесіп алғаннан кейін, дайын тұрған салмасын салып, мантымызды барлығын бүріп дайындап қойдым. Мантының 4 ыдысын толтырғаннан кейін түбіне қойдың құйрығын жағып, түбі жабысып қалмас үшін мантылардың барлығын салып, енді қайнап тұрған суға 50 минуттай ұстасақ, мантымыз дайын болады. Осы кезде қияр, қызанақ, жуаны ұсақтап турап, жеңіл салат дайындап қойдым. Міне тамағымыз да дайын болды. Өте жұмсақ қамыры, өте дәмді. Салатымыз да дайын, ас болсын.